Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен үй жағдайында кекс дайындайтын боламын. Алдыменен 4 жұмыртқамды мен жуып алдым. Оны енді жарып миксерлейтін боламын. Әбден көтерілгенше миксерлеп, бұған шетінен қантымды бөліп қосып отырамын. Міне көтерілді жұмыртқам. Енді бұған сүйек майымды құямын. Бөліп құямын. Міне жұмыртқамда көтерілді. Енді бұған сүтімді құямын. Сүтімді де бөліп араластырамын. Осындай болып көтерілу керек. Көп масса болады көтерілгенсін. Енді бұған мен ұнымды сеткадан өткізіп араластырамын. Бұған 1 шай қасық разрыхлитель. Соны қосып араластырып, ұнмен қосып сеткадан өткізіп жіберемін. Енді бұнымен силиконовый лопаткаменен қолменен араластырамын. Бұны миксерлемейміз. Миксерлесе көтеріліп тұрған қамырымыз түсіп кетуі мүмкін. Соның үшін жайлап осындай немен араластырамын мен қолменен. Енді екінші шынымды сеткадан өткізетін боламын. Екінші шыны да ұнымды. Оңай бір жасағаннан шығады. Міне қамырымда дайын, түйіршік болмау керек ішінде. Енді бұны силиконовый қалыптарға құйып печкаға пісіремін. Бұны алдымен майлап алдым, міне майлап жатырмын. Майлап болдым, енді шетінен құйып шығамын. Көп құймаймын, мен осындай құямын мен. Бетіне жеткізбей. Сыртына неғып кетуі мүмкін. Көп құйса, көтерілген кезде сыртына ағып кетуі мүмкін. Сол үшін осындай толтырмай құямын мен. Енді бұны печканың листіне тізіп саламын. Бұның үстіне мен күнжіт сеуіп шығамын. Күнжітті жақсы көріп жейді қыздарым. Бұны енді мен печкада 250 градуста алдын қыздырып қойған дайындап. Соған қойып 40 минутта пісіріп аламын. Міне кексіміз дайын. Қандай керемет. Магазиндікінен де күшті, дәмі де күшті. Бәрі натуралный.
Міне шик емес ешқандай да. Міне ішін ашып көрсетемін да. Міне шик емес. Біркелкі тегіс іші. Енді бұны тарліккелеріме салып, балдарыма беретін боламын. Міне. Ұнаса, подписаться етіп, комментарий қалдырып, лайк басып кеттіңіздер. Ас болсын. Рахмет.